Баршаңызға сәлем. Біз бүгінгі сабақта өткен жолға жасаған таблицаны Excel'ден Word бағдарламасына көшіруді үйренетін боламыз. Ол үшін алдымен өткен жолға жасаған біздің таблицамызды көшіріп алайық. Ол үшін мышканың сол жағын басып отырып, осы таблицаны бастан аяқ белгілеп аламыз. Енді мышкамыздың оң жағын осы кестенің үстінен басып, копироватты таңдаймыз. Одан кейін Word бағдарламасына кіріп, осы кестені қоямыз. Ол үшін мышканың оң жағын басып, вставка деген жерге барамыз. Ол жерде параметрі вставки деп тұр. Және осы кестені қоюдың 6 түрлі тәсілі тұр. Біз осы 6-ын да тексеріп көреміз. Қазір біріншісін басып көрейік. Мінекей біздің кестеміз шықты. Біз алдында қалай жасадық, дәл сондай болып тұр, бірақ кішкене көлемі толық көрінбей тұр. Сол үшін оң жақтағы кішкене төртбұрышты тұр. Сол жерге курсорды апарамыз да, біздің курсорымыздың түрі өзгереді. Стрелка екі жаққа қарап, соны басып тұрып, осылай жылжытамыз. Сол кезде біздің кестеміз толық көрінетін болады. Сіз бұл жерге қалаған сөздеріңізді жазып толтыра берсеңіз болады, сандар жазуға болады, немесе ұяшықтың көлемін өзгертуге болады. Курсорды ұяшықтың шетіне апарсаңыз, стрелка екі жаққа қарап, курсордың түрі өзгереді. Соның мышканың сол жағын басып отырып, оңға солға жылжытып, жолды да, бағанды да осылай кеңейтіп, немесе кішірейтіп өзгертсеңіз болады. Немесе жол баған қоссаңыз да болады. Жол қосу үшін курсорды сол жағына қарай апарамыз. Таблицаның сонда плюс деген шығып тұр. Соны бассаңыз сізге тағы да жол шығарып беретін болады. Ал бағанды қосу үшін бағандардың тұсына барып, мышканың оң жағын басып, вставка дегенге барамыз. Сол жерде столбец деген тұр. Соны таңдап, тағы да біз бағандарды қосатын боламыз. Бұл бағдарламамен жұмыс істеу барысында сіз бір сөзді бірнеше рет қайталап жазуыңызға тура келеді. Дәл Excel'дегідей мүмкіндік бұл жерде жоқ. Бірақ та сіз ұяшықтардың түсін өзгерте аласыз, жазған сөздердің түсін өзгерте аласыз. Ондай мүмкіндіктер бар, өзгертуге болады. Бірақ барынша сіздерге Excel'мен жұмыс жасауға кеңес беремін. Мінекей ұяшықтың түсін таңдау үшін ұяшыққа барып, мышканың оң жағын басып, мінекей дәл осылай қалаған түстеріңізді таңдап жаза берсеңіздер болады. Мен қазір осы сөздің түсін күлгін түске бояп көрсетейін. Мінекей барлығы оп-оңай, дәл Excel'дегідей болады. Ал енді келесі вставить ету түрін көрсетейін. Ол үшін төмен қарай түсіп, тағы да мышканың оң жағын басып, параметрі вставки деген жерге барамыз. Дәл сол жерде бағанағы шыққан 6 түрдің екіншісіне апарамыз. Мінекей екінші түрін таңдадық. Бұл да дәл бірінші секілді, тек бұндағы біздің таңдаған түсіміз шықпай тұр. Айырмашылығы сол ғана, басқа ешқандай да айырмашылық жоқ. Бұл жерге де қалаған сөздеріңізді жазып, ұяшықтың формаларын өзгерте берсеңіздер де, алып қоса берсеңіздер де болады. Ал енді үшінші түрін таңдап көрейік. Мышканың оң жағын басып, үшіншісіне апарамыз да, мышканың сол жағын басамыз. Мінекей бұл да дәл бірінші секілді шықты. Бұнда да ешқандай да айырмашылығы жоқ. Дәл жаңағыдай кішірейтіп аламыз. Оң жақтағы кішкене төртбұрышқа апарып, мышканың сол жағын басып отырып, осылай жылжытып кішірейтіп аламыз. Төртінші түрін таңдасақ, бұл дәл екінші секілді болады. Мышканың оң жағын басып, төртіншісін таңдайып, параметр вставки деген жерден мінекей дәл осында екіншісі секілді болып шығады. Қалаған өзгерісті жасап, жазуларыңызды жазып, өшіретіндерді өшіріп ала берсеңіз болады. Енді келесі түрін айта кетейік. Біз жаңа айтып өттік бұны. Келесі түрі бізде сурет түрі болады. Бесінші түрі мышканың тоже оң жағын басып, бесінші түрін таңдайық. Сіз Excel'де қалай жаздыңыз, дәл соны скриншоттаған секілді болып, мінекей сурет түрінде шығады. Бұған ешқандай да өзгеріс жасай алмайсыздар. Тек қана шетінен ғана осылай суреттің үстіне бір рет басып,
осылай бір шетінен мышканың сол жағын басып отырып үлкейтіп кішірейте аласыз. Тек сурет түрінде ғана болып шығады, ешқандай өзгерту жасай алмайсыздар. Мен үшін, менің ойымша, дәл осы нұсқаны таңдаған өте оңай, жеңіл болатын секілді. Excel'де барлығын жазып алып, қалған документтеріңізге сурет ретінде осылай қоя қоясыз. Өте жеңіл түрі деп айтар едім. Енді келесі түріне тоқталайық. Мышканың оң жағын басып, 6-шы түрін таңдаймыз. Ол бізде ешқандай да нелерді, ұяшықтарды көрсетпейді, тек қана ішінде тұрған жазуларды ғана бізге шығарып береді. Мен үшін дәл осы нұсқа өте тиімсіз секілді. Енді әркімнің жұмысына қарай әртүрлі болғандықтан өз таңдауларыңызды осылай жасасаңыздар болады. Енді сіздерге осы Word бағдарламасында қалай кесте құру керек екенін де көрсете кетейін. Кестені құру үшін біз жоғарыда көрсетілген менюдан вставка деген жерге барамыз. Соның ішінде таблица деген жерге барамыз. Астында тұрған стрелканы басайық. Сол кезде бізге осындай ұяшықтар көрінеді. Сіз өзіңізге керекті ұяшықты белгілеп аласыз. Мышканың сол жағын басасыз. Бұл кестені де дәл Excel'дегідей ұяшықтарын үлкейтіп, кішірейтіп, тағы да жолдар мен бағандарды қосып алуға болады. Негізі толықтай сабақты алғыңыз келсе, тағы да толықтай көргіңіз келсе, менің бірінші сабағымды көрсеңіз болады. Мен міндетті түрде описанияға сілтемесін қалдыратын боламын. Өте оп-оңай. Неге біз жолдарды да, бағандарды да осылай қосып аламыз. Бұл ұяшықтардың біз дизайнын өзгертуімізге болады. Ол үшін сол жақта жоғарыдағы плюсиктің үстінен мышканың сол жағын бір рет басамыз, немесе осы ұяшықтардың кез келгеннен мышканың сол жағымен 2 рет шертсек, бізде жоғарыда конструктор деген шығады. Мінекей конструктор ашылды. Осы жерде мінекей көріп тұрғандарыңыздай көптеген түрлері бар. Осы кестені өзгертуге болатын. Осы жерде біз мұнда оң жақта төменгі тұста стрелка бар. Төмен қараған, соны басатын болсақ, мінекей өте көп түрлері шығады. Осының кез келгеніне таңдау жасасаңыз болады. Мысалға, мынау оранжевый цветті таңдайық. Неге көргендеріңіздей стилі өзгерді, дизайны өзгерді. Осы жерде міне жоғарыда сол жақтағы тұста қарасаңыздар, галочка қоятын жерлер бар. Осы жерде сізге қай жерге галочка қою керек, немесе қоймау керек, өзіңіздің таңдауыңыз бойынша осылай қойып, кестеңіздің дизайнын өзгерте аласыз. Немесе әр ұяшықтың түсін өзгерткіңіз келсе, сол керек ұяшықтың үстінен бір рет басып, мұнда жоғарыда заливка деген бар, сол стрелканы бассаңыз, мінекей көптеген түстер бар, соның кез келгенін таңдап, ұяшықтың түсін өзгерте аласыз. Мінекей дәл осы басқа да ұяшықтар жасай аласыз. Ендігі келесі мысалға бізде бір ұяшықтың жан жағын біз все границы деп бірінші сабақта белгілеген болатынбыз. Дәл сонда белгілеу үшін осы ұяшықтың үстінен бір рет басамыз. Мінекей оң жақта жоғарыда границы деген тұр. Сонда все границы дегенді таңдайтын болсақ, мінекей төрт жағда қара түспен белгіленіп, ерекшеленіп тұрады. Және мынау жоғарыда стили оформление границ дегенді бассаңыз, ұяшықтың астыңғы немесе үстіңгі немесе оң сол жақтардағы түстерін осылай мінекей қаламның көмегімен мышканың сол жағын басып отырып өзгерте аласыз. Бұлайда ұяшықтың түрін өзгерте аласыз. Мұнда жоғарыда түстерді де таңдауға болады. Сызылатын осы сызықтың қалыңдығын да таңдауға болады. Мінекей өте қалың етіп те, өте жіңішке етіп те алуға болады. Барлығы өздеріңіздің таңдауларыңызға байланысты осылай жасай берсеңіздер болады. Мінекей менің айтарым осы. Егер де сіздерге түсініксіз болған жерлері болса, немесе басқа да білгіңіз келген сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырыңыздар, мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Ал егер де осы видео сіздерге өз пайдасын тигізген болса, ұнаған болса, лайк басып, өз достарыңызбен бөлісулеріңізді сұраймын. Және де каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер.
Себебі Құдай қаласа алдағы уақытта сіздерге де мектеп оқушыларына да өте керекті құнды ақпаратты видеолар дайындайтын боламын.